Чуя екі рет еркелетіп кішісінің еріне батып кетті. Ол тез арада киімнен арыла бастады. Киім элементтері одан бірінен соң бірі жоғалып кетті, бірақ ол жай ғана отырғысы келмеді, және көп ұзамай оның епті тұтқалары екі дазайдың шап аймағына жетті. Ол дөңес туберкулезді аздап қысып, шатен реакциясынан ләззат алды. Содан кейін ол еденге тегіс түсіп, олардың алдында тізе бүгіп тұрды, белбеуді шешіп, боксшылармен бірге шалбарды жіберіп, тұрған әтешті босатты. Мұның бәрін ол екінші осамымен жасады. Әр қолына әтеш алып, бүкіл ұзындығы бойынша жүргізе бастады. Сонымен ойнай бересің бе? Деп сұрады детектив, және зімбірді шашынан алып, оны жыныс мүшесіне жіберді. Том оны аузына жіберуге мәжбүр болды. Және бірден іске кірісіңіз. Осаму Чуйдің ыстық аузынан жүзіп кетті. Ол қандай керемет сору жасады. Тек Басканың жүзі. Кіші әлі күнге дейін қолымен қанағаттанды. Бірақ көп ұзамай Накахара оған да назар аударды. Енді мафиозиге сору жасай бастады, ал детектив тек тұрды. Олардың тыныш, жасырын торсығандарынан ләззат алу. Бұл барлық мақтаулардың ең жақсысы болды. Олар қазірдің өзінде шетте тұрғанын байқап, Чуя тездеп, көп ұзамай оның беті Шатеновтың сусынына түсті. Көзге түскен тамшыны алып тастағаннан кейін, зімбір оның дәмін татып көрді. Тәтті деді. Накахара екеуінің көзіне қарап күлді. Кішісі сәл қызарып кетті, бірақ үлкені сол күлімсіреп жауап берді. Түнгі көбелек сияқты, дейді Шатен. Содан кейін оны сүйіп өзіне тартады. Чуйдің аяғы детективтің беліне оралады, ал өзі оған жабысады. Өткеннен Дазай мафиозды ұстауға көмектесіп, артқы жағынан келеді. Ол мұндай тартымды теріге қарсы тұра алмайды, және оны сүйеді. Әрі қарай терінің әрбір ұшын сүйіп, қол тегізбейтін аймақ қалдырмай, қазірдің өзінде дайын. Осаму ақсақал Накахараға кіреді. Ол оны өзінің туған жері ретінде қабылдайды, ақырын құлағына қояды. Содан кейін екеуі де кішіге мәнерлеп қарайды. Кішкентай Стушевавса, жас мафиози баяу енгізеді өз мүшесі.